Сіздерге ертеден қалған бір есті әңгіме айтып отырайын. Тауықтың шынжыр балақ шұбартөс шонжарлар абай үйінде мәжіліс құрып отырыпты. Осы мәжіліс үстінде кенет Қияспай кіріп келеді. Ешкім оны келдің ау кеттің ау деп елемейді. Қияспай сәл бөгеліп тұрады да, "Уа, игі жақсы тақсырлар" дейді дауыстап. "Абай ағамда оңаша айтарлық бір шаруам бар, барлығыңда шыға тұрыңдар." "Мына немене дейді?" дегендей төрде отырғандар терісіне симай дүрдиісіп Абайға қарайды. Абай: "Иә, Қияспайдың оңаша айтарлық шаруасы болса, шыға тұрыңдар" депті. Жұрт амалсыздан дүрлігіп сыртқа беттейді. "Немене Қиясжан?" дейді Абай оңаша қалған соң. "Абай аға, маған ұрса көрме, жаңағы иттерің мені адам құрлы көрмеді. Соларға өзімнің күшімді көрсетейін деп әдейі айтып едім" дейді Қияспай. "Қияс, ризамын. Тапқырлығың үшін ризамын саған. Саған сол тапқырлығыңның құрметіне қой берейін. Алып кете аласың ба?" дейді Абай ше қатқанша күліп. "Алып кетпейтін несі бар?" дейді Қияспай қулана жымиып. "Абай ағам өңгертеді деймісің? Айдатады да жібереді ғой." "Сөз тапқанға қолқа жоқ" деп Абай оған 10 шақты қой айдатып жіберіпті дейді. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы сол баяғы қазақтың мінезі жайында.